Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Бүгінгі видеомыз үй жағдайында дайындалатын, аз ақшамен басталатын түшпара өндіру, котлет жасау, осының барлық кәсіптерге толық ақпарат айтатын боламын. Қыздар, үйде отырған қыздар, сіздер де аз ақшамен осылай кәсіп бастаңыздар. Қазір сіздерге толық ақпарат беремін. Қазір мен Күнсұлу ханымның үй жағдайында дайындалатын полуфабрикатына келдім. Ол кісіден қазір сіздер үшін сұхбат алайын, сіздер үшін толық ақпарат алуға тырысамын. Ал достар, мен Күнсұлу ханыммен сұхбаттасуға дайынмын. Қазір сұрақтарын қоямын. Мұқият тыңдаңыздар. Күнсұлу ханым, бізге осылай уақытыңызды бөліп сұхбаттасуға келіскеніңізге рахметімізді айтамыз. Сізге екі сұрағымыз бар еді. Алғашқы сұрағымыз, сіз осы кәсіпті не үшін бастадыңыз? Қайырлы күн. Мен бұл кәсіпті өзім үшін бастадым. Былай қосымша ретінде негіз бастадым, өзім тендермен айналысам. Қосымша күнделікті ақша түсіп тұрады, нарыққа кіріп алайын депті. Сөйтіп бастағам, азғантай ақшамен бастадым. Аллаға шүкір, қазір деген клиенттеріміз бар, жаймен өсіп жатырмыз. Дәл осындай кәсіпті қыздар бастау үшін жобамен неше мың теңгемен бастауға болады? Жобамен 30 мың теңгемен бастасаңыз болады. Тек фаршыңызды, жуаңызды, жаңағы керек жарақ заттарыңызды алсаңыз, оныңызды үйде отырып бастауыңызға болады. Клиент жинап алғанша, кейін клиент жинап алғаннан кейін помещение жалдап жаймен үлкейтуіңізге болады. Күнсұлу ханым, дәл қазіргі уақытта сізде қандай өнімдер шығарылып жатыр? Қазір бізде түшпара бар, манты бар, котлет бар, фрикаделка бар, тефтель бар. Қазірше осы галуцид деп бұйырса шығарамыз, оны да не қылып қойдық. Қазір осы сатылымда жақсы өтіп жатқан. Жалпы аз ақшамен бастап, аз уақытта жақсы ақша табуға мүмкіншілік бар ғой? Бар, мүмкіншілік өте көп. Аз ақшамен бастайсыз, көп жетістікке жетесіз. Енді бір келесі сұрағымыз, сіз өнімдеріңізді таныстырып көрсете аласыз ба қыздарға? Әрине. Себебі YouTube каналымызда жас қыздар, үйде отырған аналар бар, аз ақшамен осылай бизнес бастап кетуге мүмкіншіліктер бар екенін көрсете білсеңіз. Әрине. Жүріңіз мына жаққа. Міне достар, бірінші мен мына морозильникпен бастағам. Қазір міне Аллаға шүкір 3 морозильник болды бізде. Бізде қазір бірінші өзімнің алғашқы морозильнигімнен бастайын. Бізде манты бар. Манты. Сүт поделки. Сүттеріміз бар. Түшпарамыз бар. Жарты килодан өлшенген. Бәрін дайындап қойғанбыз, қазір заказға кететіндер түшпаралар. Жарты килодан өлшейміз түшпараны. Тефтельді де жарты килодан өлшейміз. Мантыны 1 килодан өлшейміз. Өйткені манты көп неғылатын болғасын, 1 килодан неғыламыз да үлкен болғасын. Сосын бізде мына жақта морозильникте котлетіміз бар. Котлетімізде жарты кило баста не қылып жүргенбіз, кейін адамдар 1 килодан алатын болғасын, жарты кило көп деп алмайды. Бәрі 1 килодан алатын болғасын, 1 килоға көп. Сосын не бар бізде? Бізде деген фрикаделка бітіп қалыпты, жаңа неге кетіп қалған ғой доставкаге. Асқабақ пен мантымыз бар, ол да жаңа доставкамен кетіп қалған. Галуцидімізді енді шығарам деп айттым жаңа. Оны енді бастаймыз, бұйырса Алла қаласа. Ол да сұраныста көп болып жатса, оны да шығарамыз. Күнсұлу ханым, егер қыздар осылай өнімдерді үй жағдайында жасап шығарғысы келсе, сіз жол сілтеп барлық мүмкіншіліктерді, құжаттарды, осындай өнімдерді қалай дайындалуын көмектесесіз ба? Иә, әрине,
қазақ қыздары қазір келіншектер көбінесе декретте отырған келіншектер көбісі үйде отырып қалып жатыр ғой. Сондықтан үйде отырып бастаймын десем, мен әрине көмектесемін. Бәрін түсіндіремін, айтамын, жыл сілдеп көрсетуге әрдайым дайынмын. Рахмет. Ал қыздар, сіздер енді үй жағдайында отырмаңыздар. Қандай жағдай болса да ақша табуға тырысыңыздар. Қараңыздар, Күнсұлу ханымның өнімдері. Дәл сіздер де осылай қылып жасай аласыздар.